достар, сіздермен бірге мен Асик, менің қасында досым Абдымомын. Біз бүгін екінші бөлімді түсіретін боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Енді біз бұл бөлімде аламыз, әжетхана дегендей. Короче, бірінші кіреберіс реттейік. Мына аяқ киімдер дегендей қоямыз. Бұлай Әжетхана дегендерді істейміз. Тоқта, бізге мынау керек, обязательно ағаш қылайын ба? Қандай қылсам болады? Таңдаш өзің аяқтан. Ағаш қыласа сол. Ағаш. Қап-қара ағаш. Бұның бұлай. Мына аяқ киім қоямыз. Төбесі не сияқты анау ше киімілетін дегендей. Сондай қыламыз, я. Қызыл түс па, қандай түс? Сен қандай түс жақсы көресің? Мен черный. Черный, давай. Мынаны бұлай қойсақ. Тоқта. Бұлай, тоқта, олар бүйтпейміз. Астына қоямыз. Ой, мә, сындырып алдық үйімізді. Ой, мә, қайяқпеймін. Міне, нау, не болады кіреберіс, үйге кіреберіс. Айтпақшы, гараж қай бөлімде саламыз? Гаражды 3-ші бөлімде жасаймыз. Мен киім ілетін, астына аяқ киім қояды. Жауып істейміз. Айтпақшы, бұяққа не қоймадық қой? Свет, фонарь. Я, фонарик. Осылар біздің келмейді. Енді не битик, короче. Қызыл мен қарамен кілем қойық. Кілем, әдемі қойырсың. Бұлай. Тоқташ, на бетіне өтіне қоямыз. Белый. Короче, не қойық бияқа. Киім ілетін, жаташы. Соны қойық. Киім ілетін, солар қойшы. Не қойсақ болады? Киім ілетін мен тағы. Тоқта, кіреберіске не жасақ қойықтан ау? Қол жуатын жер, ше? Келген кезде қол жуып алатын. Бұлай екеу. Жоқ. Зор болды. Раквина. Наяқа енді біздің кіреберісіміз дайын, е? Енді нақа не соғамыз? Бұяқа? Не сақ болады? Сақ болады бұл жаққа біз. Давай бұяқа кухня салайық. Кухня. Тамақ ішетін жерлер. Не, ана, ше заттар. Холодильник дегенде қойық. Шкаф. Мынау керек. Железо. Қоя берші бұл. Неге анау? Қандай түс алайын неден? Бетоннан. Бетоннан? Қандай түс болса болады? Қызыл неде, жасыл біреуін таңда. Жасыл. Давай, жасыл. И тағы не керек бізген астында? Мынау. Екі железный есік. Короче, қолдан холодильник жасап жарымыз ғой. Көресіздер? Біз мастеріміз ғой. Неқа бұлай қоямыз. Енді мынаны бұлай қойсақ. Оппа деп. Енді неқа біреуін жабамыз. Неқа бүйтіп қойсақ. Тоқта, неқынан бітті. Мына әдемі. Бүйтіктің төбесі не сияқты ғана? Төбесін зат қояды ғой? Шифонерлер ше төбесінен андай бочкалар қойғаныз. Төбесі зат. Тоқта, освещение қоймадық қой. Ана ерге біреу, екеу. Бұл? Әдем. Бұл? Енді ана ерге алма, пішінайларды салып қояды. Пішінай сақ қойық? Салып қоямыз. Пішінай, торт, мұндай. Сорпа сақ қойық, сорпа жейміз тұрғанда. Ашыл есік. Бұлай сорпаларды сақ қойын. Төбесіне сорпалар. Астына мынандай заттар ғой. Сорпаны ішіп қоя саламыз. Короче, наяқа пышақ қоямыз, пышақ. Оппа дейміз де, наяқа бір пышақ біліп қоямыз. Зомби кесе, төбелесеміз де ел ба? Ет кесеміз дегенде ғой. Наяқа піспеген ет. Короче, давай стейк қойып қойып. Давай. Наяқа стейк, екі стейк қойып қойдық. Тоқта, мынаны бұлай. Бұны әдем болды. Енді бұяқы не қоятымыз айдан анық. Торт қоямыз.
давай мына жерге. Мен стол жимайды. Давай начи. Сен бөлмеге кіре берші мына жерде. Қонақ бөлме болсын. Қонақ бөлмесем бөлек бірақ. Нормально, да? бірақ. Кілемді қандай түспен қыламыз? Давай шахмат қояйық. Былай. Черный-белый қыламыз. Черный-белый. Достар, кім осы комментарияға өздеріңіз жастарыңызды жазып кетіңіздер. Егер бізбен ойнағыларыңыз келсеңіздер, тіркеліп комментарий жазып лайк басып кетіңіздер. Біздің сервердің аты осы қала ғой, Самал мен Нұржамал деген қала. Дәу қала қылып соғамыз бұны. Біздің мамамыздың аттары. Фонтан, бәрін саламыз кейін. Кухня бір бай жетіспей тұр ма? Жетіспей тұр кухняға. Кішігірім не жасап жүрсек ше? Стол. Жоқ, стол семейді бияқа. Телевизор. Кухняда көрейік. Мына жерде. Мына жерде тамақ пісіріп тұрады. Мына жерден кірсе. Міне әдемі болады екен, табыңыз. Бұлай қойса. Ашылмай қойып. Есік ашылады. Міне телевизор дайын. Болды, кухняны бітірдік. Мына бөлмені. Қонақ бөлме. Бұл бөлмені келесі бөлімде істейік, давай. Біз мына жерде істейік қазір осы бөлімде 2 бөлме істейік. Сен бөлме. Тоқта, мен қалай шатаспайтынымызды білем. Бетеміздің нәқа сен Әбдімомынның комнатасы деп қоям. Әбдімомынның комнатасы. Ай, сен ютубқа өзіңе қысқаша ат қойса, кімді қоясың аттың? Момын деп қояйын. Давай, енді кейін жасып қоя салсын. Ойбай, төбесіне жазып өттің ғой. Ой, жынды екен ғой. Асиктің комнатасы. Болды, достар, біз енді шатаспаймыз. Мынау кухня, мына жақта менің комнатам, ана жақта Әбдімомынның комнатасы. Енді мына бөлмеге не істейміз? Бұл бөлмені біз кішігірім бір-екі қонақ келгенде отыратын жер қылайық. Қонақ келгенде ортаны қыламыз ғой? Орта қылсылай қойшы. Бұл жерде битек онда анандай ше, накольно дегенде. Бұл жерде демалатын жер қылайық. Бұлай, тоқта. Аппақ аламыз да. И кварц аламыз. Бітеміз. Мен көп ойнағандықтан білем Майнкрафтты қалай ойналатынын. Ал досым енді бастап келіп жатыр. Короче, міне наяқтарға не қойсақ болды. Тоқта. Бізді батыр деп ойлықпасын, скелеттердің басын қойып қойын. Міне. Әдем. Бұл бөлмеге ме? Әр бөлмеге қойды ұмыт кете берем ше. Свеча керек. Тоқта. Декорацияны бұл. Опа, деп үйке қойсақ та жетті. Кішкентай бөлме ғой. Не екенін бәрі түсініп тұрған шығар. Бұл айтпай қойын бұның не екенін. Жаман нәрсе бұл. Болды, достар, сіздермен болған мен келесі бөлімдерде осы YouTube қауысты полный толтырып, заттармен, бөлмелермен толтырамыз. Сіздермен болған мен Асик және менің қасымда досым Әбдімомын. Давай. Лайк басыңыздар. Кеткенді. Сәртке қойып шығайық.